Ертеде бір әке 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу қайтып келе жатты. Балам, анда қараш, жерде таға жатыр. Көрдің бе? Анау тағаны, балам, жерден көтеріп ала жүр. Керек болады бізге, деді әкесі. Сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын? Деді бала. Әкесі үндемеді. Әкесі баласының бұл ісіне іштей ренжіді. Әке мен бала қалаға келіп, базардың қалың ортасына кірді. Қала базары тіршіліктің жүрегі. Мұнда әр адам адал еңбегімен нәпақасын табады. Ал бала болса, әкесі адамдардың еңбегін көріп, ал баласының салғырттығын байқап келеді. Әкесі бағанағы тағаны ұсталарға сатып жіберді. Әкесі алған тиындарын қалтасына салды. Бала, Әкесі сол тиынға барып, шие сатып алды. Сол сәтте бала сезінді. Өмірдің өзі үлкен ұстаз. Әр тиын еңбекпен келеді. Әкесі бір шие аузына салды, ал бала үнсіз қалды. Неге маған ұсынбады, деп ойлады ол. Олар базардан үнсіз алыстай берді. Әкесі шиеден тағы бір аузына салды, ал бала әлі де түсінбей келеді. Жол ұзақ, табиғат тыныш. Неге әкем маған шие ұсынбай келеді? Әкесі бір шиені жерге түсіріп алды. Осы сәттен бастап қызық сабақ басталды. Бала еңкейіп, жердегі шиені алды. Ішінде бір түрлі сезім оянды. Біріншісін көтерді, екіншісінде, үшіншісінде алды. Аз нәрсені қиынсынған бала енді қайта-қайта еңкейе берді. Шиенің дәмі тәтті еді, бірақ бала енді түсіне бастады. Бір ғана еңкеюден қашқан еді, ал қазір бірнеше рет еңкейіп жүр. Адам кейде ең жеңіл істі де қиынсынып қалады. Ал өмір жалқаулықты ұнатпайды. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Ал азға қанағат етпесең, көптен де құр қаласың. Еңбектен келетін дәм әрқашан тәтті болады. Балам, өмірде ұсақ көрінген істе үлкен мағына береді. Ақыл еңбекпен келеді, ал еңбек сабырмен. Есіңде болсын, балам. Кішкентай мүмкіндікті бағалай білсең, үлкен нығметке жол ашылады. егер сол кезде еңкейіп алсам, бүгін осындай сабақ үйренбер едім. Балам, өмірде жалқаулық ең ауыр жүк. Аз еңбектен қашқан адам көп қиындыққа тап болады. Сол сәтте бала түсінді. Бір рет еңкейіп алған сабақ өмір бойы жол көрсетеді. Еңбектің дәмі тәтті, ал азды қадірлей білген адам көптен де құр қалмайды. Өмір әр түрлі жолдан тұрады. Сондықтан ылғи адал жолды таңдауға тырысыңдар, балалар. Қош болыңдар, балалар. Еңбекті бағалауды, сабыр сақтауды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.